Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Аружан. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен шоколад қосылған печенье жасайтын боламыз. Бұл шоколадты печенье 10 минутта қамыры жасалынады және де пеште тез піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Маған қатты ұнады шоколадты печенье дайындау үшін. Қажет ингредиенттер: ұн, сары май, қант, жұмыртқа және шоколад. Мен Қазақстан шоколадты пайдаландым. Граммдардың барлығын видеоның астына жазып қоямын. Ең алдымен плитаға шоколад пен сары майды ерітеміз. Арнайы ыдысқа салып, жай отқа еріту қажет. Немесе микроволновкада да ерітуге болады, бірақ 10 секунд сайын араластырып отыру керек. Егер плитада ерітетін болсаңыз, осылай мен сияқты әрдайым араластырып отыру қажет. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамыз бен қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Мен венчиктің көмегімен араластырам. Егер үйлеріңізде миксер бар болса, миксермен араластырсаңыздар болады. Май мен шоколад толықтай еріді. Осындай күйге енді қатты ыстықтай салуға болмайды. Суығаннан кейін барып жұмыртқалы массамызға саламыз. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Електен өткізілген ұнды аламыз. Оның ішіне құсымызды салып алдым, және де какаоны бөлек салып алсаңыздар болады, немесе бірге ұнмен бірге араластырсаңыздар болады. Ұнымызды салып қамыр илейтін боламыз. Қолымызға жабысқақтау болған кезде кішкене ұн сүйіп илеп жүрсеңіздер болады. Пештен ыдысымызды алып, бетіне пергаментті бумагадан төсеп аламыз. Жасаған тестамыз қамырымызды, яғни дөңгелек етіп бөлшек қылып бөліп аламыз. Және араларын алшақ қылып салыңыздар. Ол кішкене пешке салғанда еріп, көлемдері үлкейе түседі. Сол сәтте бір-бірінен жабысып кетпеуі керек. Қамырды 180 градуста қысып тұрған пешке саламыз. Шамамен 10-15 минутқа пісіреміз. Немесе сіздер хрустяшы қытырлақ болған қалайтын болсаңыздар, 20-25 минутқа салып алсаңыздар болады. Печенье өте дәмді болып шықты. Қатты маған ұнады. Жасап көрсеңіздер болады. Отбасыларыңызға ұнайды деген сенімдемін. Шоколадты печеньенің пісуіне 5 минут қалған кезде пештен шығарып, бетіне туралған маршмеллоу және шоколадты қойып шығамыз. Егер сіздер тәттіні ұнатпайтын болсаңыздар, печеньені өзін жасауға болады. Немесе мен сияқты маршмеллоудан, шоколадтан, сахарный пудраның көмегімен жасасаңыздар да болады. Өте дәмді болып шығады. Сіздермен болған Аружан. Видеоның соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк қойып, комментарий жазып, каналға тіркеліп қойыңыздар. Әлі де рецепттер болады.